Енді ел ішінде жүресің, қаншама азаматтармен араласасың, потенциалы өте жоғары бір жігіттер болады да, дүние тапқыш, мал тапқыш. Бірақ соны соңында кетіп қалады. Құмарлықтың соңында кетіп қалады. Оның ішінде мәселен ойын құмарлық деп айтайық. Жақсы азаматтарды білемін, қолы ашса қаражат келе береді, бірақ соның барлығын сол мынау Қапшағайдың қазір Қонаевтың төңірегіне барып шашып тастап жатыр. Жүр әлі күнге дейін. Неге оларда жаңағы бар ғой, бірақ көбірек дейді. Енді Қапшағайдың түбінде демекші, ол 2003-те ма 2004-те жабылды ғой, қаладағы казинолар, ойынқаналар. Сол ойынқаларда мен 5 жыл жүргем. Не ойнадым? Ақша болды. Ол адамның нәпсісі ғой. Қазір мен $100 салып, $1000 шығарып алсам, ол нәпсі. Ол нәпсіге неге бізге байлатады? Тағы да біз түйсік ұрыламыз. Түйсікте тұрған бағдарламаларың сенің. Сен өз-өзің түсінбеушілігің. Ол қанша рет сен мотивациялы, қанша рет сен емдел одан. Бәрібір соны түбегейлі жою үшін тек қана түйсіктегі себебін алу керек. Адамның түйсігі тазаланған кезде, мына өмірді адам реальностьті айқын көреді. Айқын көре алмайсың, көре алмасаң, сен әркімнің жетегінде жүре бересің. Демек, бұл жерде ақшаға деген көзқарас емес, құмарлық емес, ол санадағы түйсіктегі Түйсіктегі минус. минус.